Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздермен бірге мен Арайлы Мирланқызы. Бүгін біз 2026 жылғы көктемгі су тасқыны кезеңіне дайындық барысын талқылаймыз. Абай облысы аумағында бұл бағыттағы жұмыстар облыс әкімдігі мен төтенше жағдайлар департаментінің ерекше бақылауында. Студиямыздың қонағымен таныстырып өтсем, Абай облысы төтенше жағдайлар департаменті төтенше жағдайларды алдын алу басқармасының бас маманы, азаматтық қорғау капитаны Минашханов Бауыржан Болатбекұлы. Қош келдіңіз. Саламатсыз, қош көрдік. Бауыржан мырза, осы Абай облысы аумағында биылғы көктемгі су тасқыны қаупі қалай бағаланып отыр және де қандай болжамдар негізге алынды? Саламатсыз, қош көрдік. Қазіргі биылғы көктемгі су тасқынының деңгейін бағалау, мысалға ең бірінші ауа райының болжамдарына сәйкес болжанып отыр. Қазіргі Қазгидромет болжамы бойынша былтырғы жылғы салыстырған кезде бізде қар көлемі, жауын-шашынның мөлшері және жер қыртысының қатуы былтырғы кезеңмен салыстырғанда орташа деңгейде. Соның өзінде мысалы бізде 6 аудан жоғарғы деңгейде, ал қалғаны орта деңгейде бағаланып отыр. Ал осы су тасқыны қаупі бар аймақтар мен елді мекендер толық анықталды ма? Иә, бізде толығымен анықталған болатын. Қазіргі таңда 64 елді мекен анықталып отыр. Оның ішінде 76 участок. Жыл сайын бізде көктем кезінде анықталған елді мекендерді көктемге су тасу дайындығын тексеру жүргізіліп отыр олар бойынша. Мысалға айтсақ, 9 ақпаннан 19 ақпан аралығында біз оңтүстік дейміз ғой, Южный районы. Сол жақтарда тексеру жүргізіп шықтық. Соларды бағалап, деңгейін қарап шықтық. Ал ең су тасқыны қаупі бар қай аудан? Абай облысы бойынша. Абай облысы бойынша оны ауа райының болжамына байланысты нақты айту қиындау. Өйткені жердің тоңы бар, жаңа айтылғандай. Қардың көп мөлшерде жауы, одан кейінгі боран, мысалға тағы да олар көп себеп әкеледі. Сондықтан бізде қазіргі таңда біз ертістердің мысалға қатуы және оның күннің өте тез жылуынан қар мен өзендердегі судың тасуы, сондықтан біз нақты болжам айта алмаймыз. Жақсы. Ал осы қауіпті аумақтарды айқындау кезінде қандай негізгі критерийлер ескеріледі? Қауіпті аймақтарды енгізу, мысалға су тасқыны өткеннен кейін бізде су тасқынының талдау жасалынады. Талдау жасап болғаннан кейін біз қалай айтсам болады, онда мысалы 10 тұрғын үйді су басса, әлде 20 тұрғын үйдің ауласына су кіретін болса, оны біз қауіпті аймақ қылып ала аламыз. Сол критерийлерге қарап ала аламыз. Оның ішінде топырақтың ылғалдылығы, өзендегі су деңгейі барлығы ескеріледі. Онда тағы да су деңгейі, одан жердің тоңы, қардың қалыңдығы, оның бәрі ескеріліп, критерийларға кіреді оның бәрі. Жақсы. Ал осы инженерлік қорғау жоспары аясында 28 іс-шараның негізгі бағыттары қандай? Бұл жоспардың ең негізгі мақсаты бұл елді мекендерді көктем су тасқынынан қорғау. Сол бағыт болып саналады. Ең басты мақсаты осы. Осы су өткізу жүйелерін тазарту жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Қазіргі таңда өзіңіз де байқап тұрсыз, қазір міне бүгінгі таңда қатты жел соғып, борандатып тұр. Бұл себепті біздегі жол астындағы құбырларды, су өткізу құбырларын, өзен арналарын тазалау марттың басында басталмақшы. Қазіргі таңда кейбір аудандарда басталды, бірақ соның өзінде қазір қар жауғаннан кейін олар көп мүмкіндік, су өткізуге көп мүмкіндік бермейді. Сондықтан бұны қайта тазалайды.
сондықтан марттың толығымен басынан, наурыз айының наурыздың басынан басталады. басталады. Аха, жақсы. Қар шығару және еріген суды бұру бойынша нақты қандай шаралар қабылданды? Қазіргі таңда біздің елді мекендерде Абай облысы бойынша 230 текше қар шығарылды. Текше қар шығарылған болатын, және жергілікті атқарушы өкілдермен 45 бірлік қап, 12.000 тонна инертті материал және 112 тонна жанар жағармай дайындалған болатын. Қоры бар көктемге дайындыққа. Ал осы өзен арналары мен жағалауды бекіту жұмыстары қай аумақтарда жүргізілді? Бізде былтырғы көктемгі су тасқынынан кейін мамыр айында биылғы көктемгі су тасқынына дайындық жоспары бекітілген болатын. Сол жоспарға сай 28 шара атқарылған болатын. Оның ішінде арналар тазалау, және өзіңіз қойған сұраққа бізде Жарма ауданы, Көкпекті ауданы, Ақсуат және Аягөз аудандарында өзен арналарын тазарту және арнасын бекіту бойынша жұмыстар атқарылған болатын. Ал төтенше жағдай туындаған жағдайда арнайы техниканың дайындылығы қалай қамтамасыз етілген? Техника жеткілікті ме? Қазіргі таңда қазір көктемгі су тасқынына жеке құрамда және техника дайын. Бізде облыс бойынша 2285 адам, 888 бірлік техника, 33 жүзу құралы және 190 су айдау құрылғылары бар. Және 30 қаңтарда Абай облысы төтенше жағдайлар департаментінің қаулысымен 4 эшелон, оның ішінде 3-і арнайы және 1-і резерв болып саналады, 23 адамнан және 3 техникадан тұратын адам саны қалыптастырылған болады. Ал осы жедел әрекет ету топтарының дайындығы қалай? Дайындығы жақсы. Ал қазавиақұтқару авиациясы қандай жағдайларда жұмылдырылады? Қазавиақұтқару ұшақтары бізде мысалға 20 ақпан күні Ертіс жағалауын және Абай қай жаққа барып еді? 20 ақпан күні бүгін ба? Жоқ, 20 ақпан күні. Ертісті қарап шықты, Ертіс жағалауларын және осыны жақында ғана деп айтсаңыз. Қазавиақұтқару ұшағымен осы жақында Ертіс жағалауын, Бесқарағай және Барадөлі аудандарында көктемгі су тасқынына қарсы іс-шаралар бойынша ұшып өткен болады. Және 20 күні боранда қалған адас кеткен 3 адамды құтқарып, сол вертолетпен құтқару жұмыстары жүргізілген болатын вертолетпен. Тағы да біз бұны қардың еруі, таулы аймақтардағы қардың жамылғысы қандай екен, сондай көктемге дайындық ретінде тағы да ұшу жоспарлануда. Тағы да Құдай сақтасын, енді көктемгі су тасқыны болған кезде де бұны адамдарды эвакуация жасау үшін де пайдаланамыз. Жақсы. Ал Ертіс пен Үбі деп жатамыз ғой, өзендерінің мұз кептелістерінің алдын алу шаралары қалай жүргізіліп жатыр? Бізде Ертіс және Үбі өзендерінде жыл сайын жару жұмыстар, мұзды сақтау бойынша жару жұмыстары өткізіледі. Семейде бір участогымыз және Бесқарағай ауданында 2 участок және Барадөлі ауданында осы Үбі өзенінде 1 участок бар. Бұл өзеннің бұрылыс аймақтарында, бұрылған жерлерінде мұздың кептелісін болдырмау мақсатында жарылыс жұмыстары жүргізіледі. Қазіргі таңда бізде ақша қаражаты жергілікті атқарушы органдардан бөлінген. Қазір жару жұмыстарын істейтұғын адамдармен келісім шартқа отыру жоспарланып отыр. Ал осы мұзды жару жұмыстары қашан өткізіледі?
Мұзды жару жұмыстары ол наурыз айының 2 және 3 онкүндігінде жүргізіледі. Қардың еріп, күннің жылуы және мұздың жүре бастаған кезінде кептелісін болдырмау мақсатында. Егерде су тасқыны болған жағдайда эвакуациялық пункттер қаншалықты дайын және онда қандай жағдайлар жасалған? Қазір Абай облысы бойынша бізде 127 уақытша орналастыру пункттері анықталған. Онда адам саны 10.600 сыйымдылығы болатын адам санын жатқыза алатындай орын бар. Қазіргі таңда мысалға Семей қаласын алатын болсақ, бізде Семей қаласында қонақ үйлер мен жергілікті атқарушы органдар меморандум, договор дейді ғой, соған отырып келісім шарт бар. Ал аудандық жерлерде, елді мекендерде онда орысша айтқанда СЭП дейді, сборный эвакуационный пункттар мектеп аясында. Онда төтенше жағдай туындаған кезде адамдарды сорада жинаймыз. Одан арғарата ауданға или қолайлы жерге көшіру жұмыстары жүргізіледі. Ал халықты алдын ала ескерту және ақпараттандыру жұмыстары қалай жүргізілуде? Бізде ең алдымен Құдай сақтасын төтенше жағдайлар туындаған жағдайда біз SMS рассылка дейді ғой қазір. Өздеріңіздің ұялы телефондарыңызға SMS келеді және телерадио перехват дейді, ол бар. Одан әлеуметтік желілер бар. Одан құлақтандыру аясында сиреналар бар ғой, соны қосамыз. Ал осы тасқын қаупі төнген жағдайда тұрғындар ең алдымен қандай әрекет ету керек? Алдын ала дайындық, біз мысалға көктемгі су тасқынын алдын ала дайындық жүргізуіміз керек. Ол мысалға өзіміздің ауламыздағы қарларды шығаруымыз керек. Үйдің маңында арақ, өзен ағып жатса, оның арнасына түрлі қоқыс тастамауымыз керек. Оларды бір тазалап отыруымыз керек. Қазақша көзін ашсаң, көзін ашып отыруымыз керек. Мысалға бізде биылғы жылы Мирный ықшам ауданында су өтетін құбырларды су деңгейі көтерілген болатын. Бірақ қауіп қатерсіз, мұздың қатуымен және су бетіне шығып кетуімен судың деңгейі көтерілген. Сондай жағдайларды болдырмау мақсатында елді мекеніміздің тұрғындарына арналарды тазалап, оларға қоқыс тастамай, ауламыздағы қарды уақытылы шығарып отырсақ, төтенше жағдайлардың бір деңгейін азайтамыз. Құрметті көрермен, бүгін біз Абай облысы аумағындағы 2026 жылғы көктемгі су тасқыны қаупі бар кезеңге дайындық барысын жан-жақты талқыладық. Көріп отырғанымыздай, өңірде алдын алу шаралары жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Инженерлік қорғаныс нысандары нығайтылып, өзен арналары тазартылуда, материалдық техникалық қор жасақталған, жедел әрекет ету күштері толық дайындықта. Әсіресе Ертіс өзені гидрологиялық ахуал тұрақты бақылауда. Бұл қауіптің алдын алудағы маңызды қадамдарының бірі. Дегенмен қауіпсіздік тек құзырлы органдардың ғана емес, баршамыздың ортақ жауапкершілігіміз екенін ұмытпайық. Дауылды ескертулерде бейжай қарамау, сақтық шараларын сақтау және ресми ақпараттың көздеріне сүйену әр азаматтың міндеті. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі шығарылымда өңірдегі өзге де өзекті мәселелерді талқылайтын боламыз. Аман сау болыңыздар.